Тарихи тедбір Страсбургда Авропа бірлігі тарафындан Украина ватандашлары үшін визасыз режимнің көрсетілмесіні имзалайжақлар. Весиқаны Авропа парламентінің президенті ве Мальта темселжісі имзалайжақ. Мальта бүгін Авропа бірлігінің шурасында реслик еті. Хатырлатам, 2015 сенесі декабрь айында Авропа комиссиясы Украинаның визасыз режимні әлді етмек үшін бүтін зарури шейлеріні япқаныны таныған еді. Бір ел давамында лейханы Авропа парламентінің комитетлерінде ұғынлаштырып келділер. Ноябрь айында Весиқа Авропа бірлігі шурасында тасдықланылды. Бұл сене апрель айында Авропа парламенті Украинаға визасыз режимнің берілмесіне қол тұтты. Весиқаға Авропа бірлігінің аза мемлекетлері де қол тұтты. Авропа бірлігінің ресми нешриатларында дәрежелерінің чықмасындан 20 күнден сон визасыз режим әмелге кечірілежек. Яғни Авропа мемлекетлері бойынша украинлілер июнің 11-ден саяхат ете білежек.